Сәлем достар, бүгін біз сіздермен жаздыгүн хит болатын тағамдардың бірі окрошка дайындайтын боламыз. Видеоны өткізбей соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қиярымызды алып, алдымен ұзынша етіп турап аламыз. Одан кейін соломка етіп, ұсақтап турап шығатын боламыз. Қандай көлемде турау керектігі өз қалауларыңыз бойынша. Мен қатты майда емес, ірі емес, орташа көлемде етіп турап алдым. 3-4 дана қиярымызды осылай турап алып, үлкенде осындай ыдысымызға саламыз. Келесі кезекте редисканы алып, сыртын жартылай ашимыз. Оны да ұсақтап турап аламыз кубиктап. Достар, менің арнамнан көптеген оңай сәтті шығатын керемет рецептерді таба аласыздар. Сондықтан жоғалтып алмас үшін тіркелмеген болсаңыз, видеоның астындағы подписаться кнопкасын басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кезекте ет қосамыз. Бұл окрошкаға негізі колбаса, яғни шұжықпен жасауға да болады. Бізде шұжық жемейтіндіктен осылай ет пайдаландым. Тауық етінде пайдаланып жасай беруге болады. Етімізді ұсақтап турап аламыз, ыдысымызға саламыз. Келесі кезекте қайнатылған жұмыртқамызды алып, оны да кубиктап тураймыз. Бұл нағыз жаздыгүні ішілетін, шөлді басатын, өте дәмді тағам. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Видео ұнап жатса, видеоның астындағы поделиться батырмасын басып, достарыңызбен WhatsApp желісінде бөлісуді ұмытпаңыздар. Енді оның үстінен піскен картопымызды алып, видеодағыдай, оны да кубик етіп турап аламыз. Достар, сіздерге окрошка тағамы ұнайды ма? Егер ұнатсаңыздар, сіздер қандай тәсілмен жасайсыздар? Видеоның астындағы комментарияға пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Келесі кезекте аскөкті, оны да ұсақ етіп турап аламыз. Әдемі көрік беру үшін пайдаланамыз. Осымен ыдысымызға барлық ингредиенттерді турап қосып салып алдық. Келесі кезекте бізге татымына қарай тұз және бұрыш қосатын боламыз. Одан кейін оның үстінен айранымызды құямыз. Және де газдалған мұздай сусынымызды үстінен қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Мен үлкен көлемде жасап жатырмын, сондықтан сіздер өздеріңізге лайықты етіп жасай берулеріңізге болады. Маған 1,5 литр газдалған су, 1,5 литр айран қостым. Өте дәмді болып шығады. Шөл дегенде шөліңді қандыратын тойымды тағам жаздыгүні. Достар, менің арнамда оригинал торттардың тегін мастер-класстары бар, сондықтан міндетті түрде қарап көріп, тіркеліп алыңыз. Плейлист бөліміне өтсеңіздер, сол жерде тақырыпшаларға бөлінген тағамдар, қандай тағам дайындағыңыз келеді, сол жерден қарап көріп жасай берулеріңізге болады. Осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Келесі видеода қандай рецепт күтесіз, комментарияға жаза кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина. Келесі видеода кездескенше.